Ассалаумағалейкум баршаңызға. Келесі диагноз ол сүйек буын аурулары, яғни артроз, артрит, неше түрлі мынау грыжа, протрузия, сүйектің кемігінің нашарлауы. Осындай диагноздың барлығына бізде 2-3 өнім продукция бар. Оның бірі біз спирулин продукциясын береміз. Спирулинді 2 таблеткіден күніне 3 мезгілден бастап береміз. Таңертең, түсте, кешке, тамақтың алдында. Немесе салмақ аз болатын болса, тамақтан кейін берсеңіздер де болады. Және 5 таблеткіден күніне 3 мезгілге дейін көтереміз. Таңертең, түсте, кешке. Және де екінші продукция ол витамарин А+, және Б+ деген өнім. Бұл продукцияларда сүйектің проблемаларына, сүйектегі жаңағыдай қалыптасуға өте жақсы әсер етеді. 2 продукцияның ішінде де L-аргинин деген аминокислот бар, который шеміршектердің қалыптасуына, өсуіне жақсы әсер етеді. Витамарин А+ өнімін 1 шай қасық таңертең, витамарин Б+ өнімін 1 шай қасық кешке бересіздер. Және де егерде протрузия, грыжалық проблемалар болатын болса, обязательно мануальный терапияны қосасыздар, чтоб бұлшық ет, мынау буынның арасындағы бұлшық еттердің қалыптасуын шынықтыру үшін. Өйткені грыжаның, протрузияның не үшін пайда болады? Олар мынау бұлшық еттердің әлсіреуінен пайда болады. Сол үшін де интернет желісінде немесе шамаңыз келіп жатса мануальный терапияға да барып, чтоб мынау бұлшық еттердің барлығын упражнениемен қатайтуымыз қажет. Ол бұлшық еттердің қатаюына, сүйектердің кемігінің қалыптасуына біздің продукциялар как питание ретінде мықты көмектеседі. Және де осы өнімдерден кейін алла қаласа продукция мынау сүйек буынына арналған тағы да Мерин Артро деген продукция шығады. Именно сүйекке арналған. Ол капсуланы да кейінірек қоса бересіздер. Оның қалай ішу тәртібі жайлы тағы видеосы жібереміз сіздерге.